Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгінгі видеода бізде керемет ойын контрабанд. Яғни мен бүгін постта шекарада тұратын болам. Және де бүгін біздер полицейский рөлін ойнаймыз. Бұл жерде тек қана шекара емес, бұл жерде көптеген біздер істерді жүргіземіз. Сондықтан видеоға лайк басыңдар, комментарий қалдырыңдар. Біздер кет. Так, парни, поспорили на ящик водки, чтобы вы үлгермей қалғансыз. Так. Ага. Лучше выполняйте все его приказы, иначе кончите как Разников, бедняга. Он просто хотел немного подзаработать. Опа, без келдик. Опа, родной. Мен еще жүріп бат. Смело. Опа, опа, қалай мен. Все, түсіндім. Все, аджары гуджу дейді. Все, гудбай. Кете берсем бат. Бір тексер жүрейін ба сенде. Приветствую, товарищ, мы вас ждали. Добро пожаловать в погранспорт Акаристана в Карикатке. Хош көрдік, ағайын. Для начала зайдите в офис и возьмите информационное досье. Хорошо. Так, должности инструктора. Имя, фамилия бірінші тексерілу керек, достар. Одан кейін документтің срок действиясы. Одан кейін номер паспорта обязательно қарау, және де фотоға біздер дұрыстап қарауымыз керек, да? Отлично, давайте приступим. Отпустите рычаг, чтобы пригласить первого водителя на пограничный контроль. Так, бірінші адамды біздер қазір жібереміз, бірақ менің ойымша әзірге жібермейміз, потому что мен туалетке барып келем. Мешнәме өтіп көрдім, мен шекарада білем, да, не істейтін. Так что бірінші біздің шоқамызды күтіп алайықшы. Тоқтаймыз. Так, погранпост. Ассалаумалейкум. Так, до въезда в Акаристан водитель обязан представить комплект действующих документов. Давай, гони документы. Так. Не грубо сөйлесіп тұр, но бізбен. Снова откройте досье. Қазір тексереміз дұрыстап. Осыдан бірдеңе дұрыс шықпай қалсын. Бір тюб үйіңе жіберем қазір. Хорошо, теперь используйте автоматические устройства стечения. Так, мне. Яким Новиков. Дұрыс па? Яким Новиков. Хорошо, дұрыс. Соответствие. Ага, егер ошибка болса, жазуды ұмытып кетпе дейді. Имя, фамилия дұрыс. Стиль паспорта. Так, соответствие есть. XRP2. Хорошо. Срок действия не подходит для сравнения. Конечно, кыргызбейміз, потому что срок действия дұрыс емес. Үйге! Это еще не конец дейді. Хорошо, бар. Қайтып келерсің. Еще документің дұрыстап кел, есіңді ашып жіберем. Бас бар үйіңе. Тағы ашып жіберем. Бас бар. Басы кетіп қалды. Водитель чист? Нет, это решение было неверным? В смысле неверным? Ода срок действия дұрыс емес қой, сонда мен өткізіп жіберуім керек па? Берите, только отдайте. Хорошо. Отдайте дейді, мен не сам бермей алдым, міне. Опа, все, родной. Өкінішке орай. Қайтасың, ау. Бұлай екен ғой, да, осылай екен ғой. Енді түсіндім. Причина въезда в посещение. Қазір мен саған көрсетейін. Имя, фамилия дұрыс емес, срок действия дұрыс емес. Номер паспорта қайда. Хорошо, бұны дұрыс жасаған шығарсың, возможно. Аха, фото. Фотоң қаяқтан табам? Есік ашшы. Ага, фото дұрыс. Номер паспорта дұрыс. Хорошо, родной. Тебе въезд запрещен, знаешь почему? Поквитаемся, поквитаемся, бар. Бар, есіңді ашып алды, тай. Есің жауап, өйсті қиналып жүр. Ха-ха. Тавыр ашып жіберетін. Так, мынау не? Не лучшее начало, товарищ. Завтра нужно больше стараться. Хорошо.
Раскрыто сотрудничество с террористами. Николай Разумников, начальник пограничной охраны Карикатки, обвинен в сотрудничестве с бандой контрабандистов и приговорен к 10 годам принудительной работы. Так, достар, бүгін енді бізде бір керемет жұмыс басталады. Өзіміздің жұмысымыз. Так, информационный щит. Каждая записка касается конкретного контрабандиста. Найдите все, что соответствует описанию, и помните, ни один контрабандист товар не должен пересечь границу Акаристана. Хорошо. Первую машину на досмотр. Так, енді бұл жерде екі затты біз қазір қадағалауымыз керек. Зюм деген нөмірді. Ол емес. А вот зюм жатыр. Осы соның біреу болып қалуы мүмкін. Да. Машинадан өтініш шығыңызшы. Так, Ага. Так, инструмент алып келу керек. Бізде қандай инструмент? Опа. Ха-ха-ха, уже интересно. Вот это, Джиги. Бастауртпа. Загляните под капот, здесь скорее пригодится фонарик. Опа. Ой-ой-ой-ой, кеттің ау. Ой, өлген кеттің ау. Можете уже арестовать этого негодяя. Вы арестованы. Сіз уже сотталасыз. Сізде шанс жоқ ешқандай өтетін. Окей. Все, брат. Контрабандистерді осы жерге, әлде 3 контрабандист осы жерге әкелу керек. Яқтан шыға алмайсың өкінішке орай, потому что мен бармын, тіпті адамдар көп. Аха, склад. Бәрін складқа лақтырайық. Аха, все. Вот мына жердің бәрін тазалап жүрші өтініш. Бізге тағы да инструменттер керек. Міне. Так, енді жасы 53-тегі мужик. Соны табуымыз керек. Қазір қай жыл? 1981 жыл. Так, бұл чё за Скуби-Дудің машинасы? Хорошо. Добрый день, мына тықып соғуға ма? Біртүрлік адамдарға бетіне бүйтіп қарап тұрған. Так, предъявите документы, пожалуйста. Жасы точно 53 емес қой аның. Көрейік. Так, опа-на, 50. Жасы 53-те деді, да? 60, 70, 80. Сақалын қырып тағым ба? Полный секретің кезде. Ау, родной. Сақалын сенде қыратын кезде қырыпсың. Ағырып кетті ме сақалын? Так, хорошо. Несоответствие өкінішке орай атың. Номер паспорта соответствие, хорошо. Имя несоответствие. Так. Срок действия. Несоответствие өкінішке орай. Причина транзит. Дальше басқа мемлекетке орай деп тұр ғой. Так, чё-то сенің түрің маған ұнамай тұршы. Походу сені машинадан шығуды попросить етем. Өтініш. Машинадан шығасыз ба? Так, чё-то не то с тобой. Машинаның бір тексереміз. Так, ағайын, досмотр от. Есік жауамыз. Капот ашылмайды, а? Так, мына жерде ештеңе көре алмаймыз. Опа. Так, іші таза. Бірақ ештеңе соответствовать етпейді. Аха, бұл в принципе таза машина көрініп тұр, бірақ мынаның документтер дұрыс емес. Документтермен что-то не то. В принципе, сізде бәрі таза машинаңыз, бірақ та мен сізді өткізе алмаймын. Вернитесь в машину. Машинаңызға келіп отырыңыз, бірақ өткізе алмаймын, потому что сізде документпен біраз зат дұрыс емес, яғни срок действия дұрыс емес, фамилия дұрыс емес. Это понятное дело, то что бочки, мешки. Өкінішке орай вход запрещен. Нет, дейді. Давай. Ренжіме.
одан документіңді дұрыстап келшіш. Келесі. Ренж кетіп атқан. Опа, обоснованный отказ. Водитель не соответствует. Так, мына жасы нешеде екен? Так, давай бірінші машинаны шығармай тұрып, просто документін сұрайық. Ага, так. Асан Оразалиев дейді. Қазақтың аттары кәдімгідей. Так, ага, паспорт в принципе келеді. Срок действия. Соответствие, все нормально. Туризм дейді. Так, жасы 55-81. 53-те деді де мана. 53-те болса, онда где-то 41 жыл болу керек қой. 30. Да? Так, в принципе, нормально сияқты, Асан, Давай. Демал. Туризм болса, демал. Наконец-то, дейді. Давай. Нам бір тексеріп алуға болатын еді, бірақ. Артынан көтеге ма не? Ага, идеальный досмотр дейді, тек артынан шөрін. Так, следующий. Так, бір досьені бір оқып қойыншы. Мынау ұсталды ғой. Возраст водителя 53 дейді. Ой. Ассалаумалейкум. Так, документ предъявите ғой. Рахмет. Аха. 1927. Так, ұсталдың ба, бәлем? Так, бәрі соответствие, бірақ фото. Нет, не фото. Так, все ғой машинадан сразу. Сен екен біліп тұрмын, жасы 53-те деді ол. Пожалуйста, выйдите с машины. Чуть-чуть оңға тұрып өтініш, оңға. Аха. Машинаны бір тексеріп шығуым керек. Так, точно, на жерге тыққан жоқсың, хорошо. Досмотр. Полный досмотр дейді осына. Так, қайыққа тықпай мүмкін, а? Ағайын. Ладно, ладно, у меня есть контрабанда. Пожалуйста, возьмите деньги, но не трогайте меня. Мен сені сұраған жоқпын ғой. Возьмите взятки и пропустите машину. Мені сонда сен қазір мынаны алат деп тұрсың ба? Ай, табылды екіншісі, бейби. Бері кел ғой. Вы арестованы, кетіп жүр. Екінші біздің контрабандист. Давай. Складқа салайық бәрін. Так, жақсы жұмыс, достар. Өте жақсы жұмыс. Так, мынаны да енді апарыпсы. Бір тазалап. Конечно, товарищи. Давай, көрсеміз. Так, келесі көліктер бар ма, келіп тұрған? На сегодня это все. Отдохните как следует. Завтра комиссар даст вам очередное задание. Әрине, және де әрине. Хорошо, бұл жерде тек, кстати, біздер постта тұрмаймыз, достар. Разберемся с нашим нарушителем. Зайдите в помещение. Так, мен өзімнің нелерім ғой. Ой. Так. Переместить в полицейскую машину. Так, бәрі маған. Всем пока. Көмек керек болады, если что. Телефонда болыңдар. Все, похоже, вы готовы отправиться в путь. Сядите в машину. Ага, карта. Так, трудовой лагерьге бару керек бізге. Хорошо. Біз айдаймыз, прикинь. Опа, на. Это мынандай бар мына. Настройки. Так, управление. Изображение, поле зрения. Вот осындай жақсы көремін. Яркость. Кішкене көтереге яркость. Ага, вот что. И глушитель қолды. Так, біз қайда кетір? Қазір бізге оңға жүру керек. Короче, полностью оңға барамыз ғой. Кеттік ал. Артта барсыңдар ма? Өлең қосайын ба? Оп, бәрекелді, достары.
Так, мына жерден шатасып кетпейік. У меня есть план побега? Опа. Сори. Так, біздер мынандай керемет настроение мегиатрық, бірақтан арттағылар план побега ойластырып жатқан сияқты, поэтому менде что-то осторожность бар. Опа. Nie tamto. Listo, ać Astanowa Burma, broklaczku te drzewo, ać my nie tam przed wielo. Pochwyć na topornik z lugażnictwa, ać zrywać dalej obsłory. Так, надо талды енді сындырық. Pierejno, ać powrotniku, policyjku, maszynu. My madry od selekta darog. Нені жасадың? Так, біздің аппаратын жер аяқта. Тез апару керек, арттағылар деген қашып кетуі мүмкін уже. Ой, қандай керемет ойна. Тек қана постта тұрмайсың, басқа шаруалармен де айналысасың да. Так что, біз званиемізді көтереміз әлде. Сондықтан, достар, қазір лайк басып қойыңдар уже. Так, трудовой лагерге келдік. Опа. Сөндірейік мынаны. Вы на месте. Это месте. Становка нажный дамбра, аж выдачи розказ, перевозку всем заключников, нажный пост. Так. Передано. Ой, екеуінде план побега бар. Все, без проблем. Неважно. Екеуін алып кетті ма? Все, давайте, Джиги. Контрабанда, полицейский неге апару керек дейді. Ойбай. Ренжімең. Так, енді бізге полицейский отдел полицияға бару керек па? Хорошо. Отдел полицияға барайық. Мына контрабанданың барлығын енді апару керек қой. Так, бізге қазір оңға жүру керек па, или солға жүру керек па? Солға жүреміз, и сол жақпен атқан кезде дәл алдымыздан шығады екен. Жолда магазинге соқып кетеміз, одан кейін жаңа мына складқа апарып тастаймыз. И нормально, достар. Бәрекелді. Бұрылыстар өте опасны. Отдел полицияға келдік па? Эй, я думал, вы же не пьете, моя фамилия, все. Все, контрабанданы қабылдап алды. Так, достар, бірінші бөлімді осылай бітіретін сияқтымыз. Қазір постқа барамыз, сонымен бізде келесі екінші бөлімді күтсеңіздер, қандай келесі тапсырмалар болатын сіздерге қызық болса, онда міндетті түрде дәл қазір лайк бас, комментарий қалдырып, келесі бөлімді күтеміз деп жазыңыздар, себебі бұл ойынның қызықты жерлері өте көп. Маған қатты қызық ойындардың бірі болды, сол үшін мен бірден тек сіздерге видео түсіруге шешім қабылдадым осы ойынға. Сондықтан лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Майк Миллер, келесі жүздескенше сау болыңдар. Давайте.